Сиыр сүті көптеген адамдар үшін күнделікті негізгі тағам болып табылады, және мыңдаған жылдар бойы солай болып келеді. Бұл әлі де танымал тағам болғанымен, соңғы зерттеулер сүттің ағзаға зиянды әсер етуі мүмкін екенін көрсетеді. Басқа зерттеулер сүт өнімдерінің денсаулыққа пайдасын көрсетеді. Сонымен шындық қандай? Сүттің артықшылықтары мен кемшіліктері, сондай-ақ сүтке шыдай алмасаңыз немесе оны ішпеуді таңдасаңыз, қарастырғыңыз келетін кейбір баламалар туралы білу үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Ғалымдар әлемде ең ұзақ жасайтын тау халқының сырын зерттей келе, олардың бас ас мәзірі сүттен құралғанына көз жеткізеді. Яғни тек айран, қаймақ, ірімшік деген секілді табиғи өнімдер. Ал Африка құрлығының күншығысын мекен еткен адамдардың сүтті көп пайдаланғандығынан жүрек-қан тамыры аурулары аз кездеседі екен. Бұл қызықты қараңыз. Нақты дәйектерге сүйенер болсақ, сүт өнімінде тірі ағзаның дамуына, өсуіне керекті заттардың 200-дей түрі бар екен. Ол заттар қандай деп тұрған боларсыз? Белок, май, минералды тұз, сан түрлі дәрумендер, сүттің қанты, түрлі ферменттер деп кете береді. Біз атап өткен заттар адам ағзасына пайдалы екені рас, оған қосымша өте тез сіңіп кетеді. Бұл өнімнің жоғары қоректік қасиетін мына дәйектер арқылы толықтыра түсуге болады. 1 литр сүтте 150 грамм белок, яғни 5 жұмыртқамен немесе 1 келі нандағы белокпен пара-пар бар. Сүттің бар болғаны жарты литрі адам баласының бір күндік амин қышқылдарының орнын толтырады. Сиыр сүтін үнемі тұтыну асқазанға пайдалы. Бұл өнім асқазан жарасы мен гастритпен күресуге көмектеседі. Сонымен қатар, сиыр сүті асқазанның қышқылдығын төмендетеді және күйдіргіден арылуға көмектеседі. Жүрек тамыр жүйесінің жұмысын жақсартады. Сиыр сүті кальцийдің тамаша көзі. Бұл микроэлементтер балалардың өсуіне оң әсер етеді, сүйектер мен тістерді нығайтады, сонымен қатар қан тамырларының серпімділігін жақсартады. Сонымен қатар, осы компоненттің арқасында сиыр сүті жүрек ауруының дамуына жол бермейді. Ғалымдар зерттеу барысында күн сайын 1 стақан сүт ішсеңіз, инсульт немесе инфаркт қаупі 40%-ға төмендейтінін анықтады. Сонымен қатар, жүрек бұлшықетінің қалыпты жұмысы сақталады. Келесі пайдасы. Жүйке жүйесін нығайтады. Сиыр сүті жүйке жүйесі ауруларын емдеуге көмектесетін тамаша құрал ретінде белгілі. Таңертең сиыр сүтін күнделікті қолдану психиканы нығайтады және денені энергиямен қамтамасыз етеді, адамға күш береді. Бас ауруы белгілерін жеңілдетеді және диуретикалық әсерге ие. Егер сізде жиі бас ауруы, мигрен немесе тұрақты бас ауруы болса, онда аптасына шикі жұмыртқа қосылған қайнатылған сиыр сүтінен коктейль қабылдау бұл мәселені ұзақ уақыт бойы ұмытып кетуге көмектеседі. Сондай-ақ, диуретикалық әсердің арқасында сиыр сүті жоғары қан қысымын төмендетеді, гипертониялық науқастар үшін тамаша ем. Ал енді зиянына тоқталсақ. Сиыр сүтін ішу диареяға әкелуі мүмкін. Бұл көптеген адамдардың денесінде лактозаны ыдырата алатын ферменттердің аздығына байланысты. Нәтижесінде кейбір адамдар сиыр сүтін мүлде сіңіре алмайды. Құрамында атеросклероз тудыратын заттар бар. Сондықтан 50 жастан асқан қарт адамдарға сиыр сүтін ішу ұсынылмайды, себебі дәл осы жаста атеросклероздың даму қаупі артады. Егер сіз сиыр сүтінің дәмін татқан болсаңыз, және сізде аллергиялық реакциялар болмаса, диарея мен ақ нәжіс болмаса, онда сізге сиыр сүтінен зиян келу қаупі жоқ, және оны қауіпсіз қолдануға болады. Егер сіз жануарлардан алынған бұл сусынды үнемі қолдансаңыз, денсаулығыңызды едәуір жақсартыңыз, өйткені сиыр сүтінің пайдасы айқын.